Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі видеоның тақырыбы намазда қателесіп кеттім, шатасып кеттім. Не істесем болады? Қайтадан оқиын ба деген сұраққа жауап табатын боласыздар. Бірінші сіздерге көрсетіп кетейін. Мен қазір қиям, рукух және де сәжде деген сөздерді қолданамын. Яғни суреттерін қойып қояйын. Қиям деген түрегеп тұрғанда, одан кейін рукух деген еңкейген кезде, сәжде деген маңдайды жерге қойған кездегі әрекеттер, намаздағы әрекеттер. Енді осы қателік сәждесін қалай жасайды? Оны бірінші сіздер намаз оқисыздар, ең соңында отырып ат-тахият, салауат, раббана атина оқып, екі жаққа сәлем беріп аумин дейсіздер ғой. Сол соңғы отырыс деп аталады. Ат-тахияттан кейін егер қателескендеріңіз есіңізге түссе немесе дұрыс жасамадым ау деп күмәнданатын болсаңыздар, соңғы отырыста ат-тахиятты оқисыздар, екі жаққа сәлем бересіздер, бірінші оңға сосын солға ассалаумалейкум рахматулла, ассалаумалейкум рахматулла деп, одан кейін екі рет сәждеге барасыздар. Бір рет сәждеге барасыздар, отырасыздар, екінші рет сәждеге барасыздар, қайтадан өйстіп отырасыздар да қайдан ат-тахиятты оқисыз. Ат-тахият, Аллахума салли, Аллахума барик, раббана атина дұғасын жасайсыздар, екі жаққа сәлем беріп, намазды аяқтайсыздар. Енді бұл қателік сәждесін барлық жағдайда жасауға бола ма? Қандай жағдайда жасау керек? Сол туралы айтып кетейін. Бірінші жағдай, қателік сәждесін қай кезде жасайды? Намаздың уәжіптерін қателесіп немесе орындамаған кезде. Бірінші жағдай, мысалы, намазда бір қиям болады, сіз екі қиям жасап қойдыңыз, бір рукух болады, екі рукух жасап қойдыңыз, екі сәжде болады, үш сәжде жасап қойдыңыз, сол кезде қателік сәждесі жасалады. Оны ең соңында жасаймыз, жаңағыдай соңғы отырыста ат-тахияттан кейін жаңағы амалдарды жасаймыз. Екінші жағдай қай кезде жасалады? Сіз тағы да бір соңғы отырысқа отырып қойдыңыз. Яғни сіз 4 ракат намаз оқыдыңыз ғой, мысалы, ең соңында соңғы отырыс ат-тахиятты оқыдыңыз да, одан кейін барып тұрып қайдан намаз оқып, қайдан ат-тахиятқа кеттіңіз ғой, екі соңғы отырыс болды ғой, сол кезде сіз қателік сәждесін жасайсыз, сол соңғы отырыста, екінші рет жасағаныңызда. Жаңағы айтқан әрекеттерді. Одан кейін сіз 4 ракат намаз оқыдыңыз, енді бітуіңіз қажет қой, сіз ат-тахият оқыдыңыз, тұрып кеттіңіз, ойлап қалдыңыз, мен 3 ракат оқыдым деген сияқты түсіне ойлар келеді ғой. Вот сол кезде сіз уже тұрып кеттіңіз 5-ші ракатта. 5-ші ракатты оқып қойдыңыз, одан кейін барып қайтадан келдіңіз. Есіңізге түсті, ойбой, мен 5 ракат оқып қойдым, или ойланып қалдыңыз, мен 4 ракат оқыдым ба, 5 ракат оқыдым ба, или 3 ракат оқыдым ба деп жаңағыдай ойлар келеді ғой. Сол кезде сіз қайтадан саху сәждесін, яғни қателік сәждесін жасайсыз. Келесі жағдай, егер құнут дұғасын оқымасаңыз, құнут дұғасы құпта намазында оқылады ғой, сіз мысалы құпта намазында Фатиха сүресінен кейін тағы қосымша сүре оқыдыңыз, содан кейін құнутты оқуыңыз керек, бірақ ұмытып кеттіңіз да, рукуққа, сәждеге кет қалдыңыз, сосын барып сәждеде есіңізге түсіп кетті мысалы. Сол кезде жаңағыдай ат-тахияттан кейін қателік сәждесін жасайсыз ғой, түсінікті ғой. Одан кейін қай кезде жасалады? Мысалы, сіз Фатихадан кейін қосымша сүрені рукухқа барғанда, немесе сәждеге барғанда, немесе соңғы отырыста сүре оқып кеттіңіз, Құранның сүрелерін. Қиямда емес, жаңағы рукухта, соңғы отырыста, сәждеде Құран сүрелерін оқып кететін болсаңыз, ол намаздағы қателік болып саналады. Сондықтан да жаңағыдай ең соңында отырып ат-тахияттан кейін қателік сәждесін жасайсыздар. Келесі, 2 ракаттан кейін алғашқы отырыс оқылады, ат-тахиятты оқып, сіз қайтадан тұрып кетуіңіз керек 3-ші ракатқа. Бірақ сіз алғашқы отырыс ұмытып кеттіңіз, яғни 2 рет сәжде жасадыңыз, ат-тахиятты оқымай тұрып кеттіңіз 3-ші ракатқа. Уже сүрелерді оқып жатсыз да, есіңізге түсті, мен ат-тахиятты оқымадым ғой деген сияқты. Сол кезде жаңағыдай 3-ші, 4-ші ракатты толықтай аяқтап аласыз. Соңғы отырысқа отырған кезде ат-тахияттан кейін қателік сәждесін жасайсыз. Келесі жағдай, сіз 4 ракаттан кейін қайдан 5-ші ракатқа тұрып кеттіңіз, Фатиха қосымша сүрелерді оқып жатсыз, сәждеге бармай тұрып есіңізге түсетін болса, 4 ракат оқуыңыз керектігі, онда сіз сәждеге бармай қайтадан отырасыз, ат-тахиятты оқып, қателік сәждесін орындап, намазды толықтай аяқтайсыз.
Келесі жағдай, сіз намазда 4 ракат болады, соның алғашқы 2 ракатта әттахиятқа отырасыздар ғой, алғашқы отырыста. Әттахияттан кейін сіз салауатты, Раббана атинаны барлығын айтып қойдыңыз, ойбу деп есіңізге түсіп кетеді ғой. Қайдан 3-ші, 4-ші ракатты оқып, аяқтап, ең соңғы отырыста әттахияттан кейін қателік сәждесін жасайсыздар. Келесі жағдай, Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқымағаны адамның сәждеге бармай тұрып есіне түсетін болса, мысалы Фатиханы оқып болдыңызда, рүкуға бардыңыз, мен қосымша сүре оқымадым деп есіңізге түседі ғой. Сол кезде сіз сәждеге бармай тұрасыз да, қайдан орныңызда тұрасыз. Қайдан орныңызда тұрып, қосымша сүрені оқып аласыз. Қайдан рүкуқты, сосын сәждені орындап, келесі ракаттарды орындай бересіз. Және де ең соңғысы, намазда сіз 2 немесе одан да көп қателіктер жасасаңыз да, бір ғана қателік сәждесін жасайсыз. Бірақ бұл жерде мынандай нюанс бар да. Мен намазда қателесіп кетіп, қателік сәждесі бар ғой, не қылам деп ше, олай жасауға болмайды да, ол мен ауырып жатырмын, қош ауыра берейін, дәрі бар ғой деген сияқты сондай теориямен сәйкес келеді да. Сондықтан да барынша намазға мұқият болуға, есті ойды жинақы ұстауға тырысайық. Сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды жазыңыздар. Және де достарыңызға таратыңыздар, подписация етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Баршаларыңызға сәлем алейкум.